Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді, қазір хит болып жатқан алатау салатының рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Салат жапырағын үлкен бөліктерге видеодағындай етіп турап алдым. Қосымша ретінде айсберг капустасында қосқан болатын, ол міндетті түрде емес, өз еріктеріңізде. Піскен жұмыртқаларымызды да дәл видеодағындай етіп бірнеше бөліктерге турап аламыз. Сырымыздың пайызы маңызды емес, бірақ тығыз болғаны жөн. Видеодағындай етіп бөліп, ортасынан бөлсеңіз, салатымыз өте әдемі көрінетін болады. Бізге осындай шұжықтар қажет, оны қисығынан қаратып турайтын боламыз. Салатымызға қызанақ немесе черри қызанағын қосса болады. Бізде осындай қызанақ дәл видеодағындай етіп турайтын боламыз. Одан кейін тұздалған ұсақ қиярларымызды қосамыз. Барлығын бір ыдысқа салып, астыңғы бөлігін майонез салып араластырып алдым. Одан кейін шамалы бетіне салып, біріктіріп араластырсаңыздар болады. Салатымызды тәрелкемізге салып, бетін чечил ірімшігімен сәндейміз. Достар, сіздерге видео пайдалы болды деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, келесі видеоларды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар.